Ришат Тұрғанбай, Мылқау кемпір. Түсті ауа егістікке су салып келген Сүлеймен бел жазып алайын деп төсекке жантая кетті. Шаршағаны білініп тұр. Сілесі қатып ұйқыға шомды. Түскі асын ішкесін аздап көз шырымын алатын әдеті болса да, күндегідей емес, осы жолы ұйқысы қатты болды. Құдай қосқан қосағының ұйқысын бұзып алмайын деді ме, Керімбала үйге кірмеді. Үй артында жиналған тезектен бір қап тезек әкеліп қазанның астына от жақты. Іштей күбірлеп бірдеңені айтып жүр. Бірақ оны өзінен басқа ешкім естімейді. Үйдің бар шаруасын өзі атқарса да, үстіне кір жуытпайтын өте кірпияз. Аққұба келген бойшаң. Сұлулығын бет-жүзінен байқауға болады. Жасы шамалап қалса да сыны кетпеген. Көшік олаң тұрмақ ауылдағы ағайын бетіне тіке сөйлей алмайды. Мінезі де жоқ емес. Тәкаппарлығы бір басына жетіп артылады. Өсек аяңға жоқ, бірақ кесіп айтады. Сонысынан ба, бірде-екілі замандасы болмаса көп ешкім жуықтай қоймайды. Кейде көңіл жадырап шешіле сөйлеп, тісінің астынан зілді-әзілін айтып қалатыны да кездеседі. Бірақ ондай әрекеті сирек. Көбінесе іште бір мұң бар. Мұңмен жалғыз өзі арпалысып күн кешіп келеді. Бүгін де жадырамады. Мұңайып жүріп қазандықтың астына от жақты. Күндегідей емес, самал жоқ. Өпеткен жел болса оттықтың астындағы қызыл шоқты лаулатып әкетер еді. Бүгін бықсыды да қойды. Қараңғалғар мына от тұтана ма? Кеше жиналған тезек емес, 40 жылғы малдың жапасы саусылдап кеуіп қалған. Сүлейменнің ошағы тұтан деп оттың асын үрлеп жіберді. Қызарған шоқ бір лап етті де түтіндеп өзіне қарай кері қайтты. Көк түтін бетін жауып көзін ашытып барады. Ащы түтін танауымен қоса тамағын қауып көзін жасауратып жіберді. Жаулығының ұшымен сүртіп тұрғанда қызыл жалын жылтыңдап қаланған тезектің арасынан сиырдың тіліндей әр тезекті бір жалап от тұтана бастады. Ошақтың басында отырып Керімбала көзінің жасын сүрте берді. Басында түтіннен шыққанымен бұл жолы шынайы ыстық жас беттегі әжімдердің арасымен тарам-тарам болып арнаға түскен судай жылжып жаулығының ұшына тамды. Қыз күні есіне түсті ме, қалың ойға шомылып ыстық жалынға қарап үнсіз отыра берді. Керімбала Іле өзенін жағалаған Балғалы руының қызы. Әкесі Толысбай асқан дәулетті кісі болған деседі. Бұлынбай да қара жаяу емес. Текті жермен құда болам деп ұлы Сүлейменге 13 жасар Керімбаланы алып берген. Бар жастығы мен қызықты шағы өтсе де, үйде екеуінен басқа тірі адам жоқ. Отасқандарына да көп жыл өтті. Алла екеуіне бір шақалақты бұйыртпады. Бағанағы Сүлейменнің оты тұтан деп шоғырлеп жүргенде осы. Жатса да, тұрса да жаратқанға жалбарынып бір қызықты көрсет дегенде 40 жылдан асып кетті. Сүлеймен де іштей қынжылғанымен сыртқа сыр білдірмейді. Қу тіземді құшақта өтермін деген ой жиі мазалайды. Жазғаны осы шығар деп қыздай алған Керімбаласымен күн кешіп келеді. Отқа қарап мұңайып отырған Керімбала қазанның тасығанын естіп есін жиды. Сақырлап су қайнап Сүлейменнің ас суын беруге қамданды. Қара қазанмен бірге сары самаурында ызылдап суы сыртына бұрқылдады. Керімбала бұл уақытта үйге кіріп, дастарханды әзірлеп, самаурынды да әкелді. Сүлеймен сол қатқан күйі орнынан қозғалмады. Әй, Сүлеймен, тұрсаңшы, шаңқай түсте жатқан төсегіңнен тұрмадың ғой, өзің өліп қалғаннан саумысың, күннен күймей шайыңды ішіп егістікке барып қайтсаңшы, деді. Керімбаланың дауысы зілді шықты ма, шырт ұйқыда жатқан Сүлеймен басын жұлып алды. Өскенің болғыр, ерте оятсаң қайтеді, қатып қалыппын ғой, деп теңселіп барып құмғанын қолына алды. Беті қолын жуып дастархан басына келді. Екеуі ара шүйіркелесіп отырып шай іше қояйын деп еді, үстілеріне көршісі Күлғайша кіріп келді. Қашан кезден екеуің шай ішесіңдер де отырасыңдар, бір-біріңіз күндерің өтпей ме, әлде істейтін істерің жоқ па, деп тілмен бір түйреп өтті. Осы сенің тіліңмен аяғың қатар жүреді екен, елді мұқатпай шайға кел, деп Керімбала сөзін аяқтатпай үстемелеп жіберді. Бір кесе ішемде кетем. Біздің шалда шайдан өлгенде бір самаурынды тауысып егіске кетті. Өткен жол шай ішіп отырам деп төменгі арпаны су басып қалған. Бүгін кетпен сүйреп ерте кетті ғой, деп сақылдап күлді Күлғайша. Күлғайша көңіл ашар, жүрген жерін қағытып, қысыр сөзімен елді күлкіге бөктіріп жүреді. Біздей тілімен талайды түйреп алған. Онысын өзі аңдамай қалама, артынан соңынан бармаған тістеп жатады. Әзілі көп, ешкімге әдейі кеп соқтықпайды. Бәрінің көңілін табамын деп қоржыны қалжыңға толы келіншек.
Осы отырғанда да біраз әзілін боратып тұнжыра отырған Сүлеймен мен Керімбаланың езуін жиғызбады. Тумасынан бір тоға көп әзілге езу тарта қоймайтын Сүлеймен Күлғайшаның әңгімесіне балаша күледі. Әзілдесіп отырып Сүлеймен орнынан тұрды. Өйтпесе Күлғайшаның әңгімесінің бітер түрі жоқ. Ерте жіберген су атсыздан асып барбақшаны басып қалған шығар. Босаға қоя салған кетпенін көтеріп Сүлеймен егістікке қарай бет алды. Қызды-қыздымен әңгіме Сүлеймен мен Керімбалаға ауысты. Әй, Керімбала, мен бекерге келген жоқпын. Мен саған жау емеспін, замандаспын, әрі абысында болам. Көрші отырып сенің зарың маған батады, деп бір әңгімені бастады. Бұл кезде Керімбаланың түрі суып, тағы не пәлен шығарғалы отыр дегендей сұстанып, Күлғайшаның бетін қайтармаққа бекінгенімен аузынан сөз шықпай тілі күрмеле берді. Оған назар аударған Күлғайша жоқ. Алдындағы шайдан бір ұрттап қойып әңгімесін бастады. Керімбала, сен менің ақылымды тыңда. Отасқандарыңа 40 жыл болды. Ана Сүлейменді қуас етпекпісің? Ол байғұстың да жасы келді. 60-ты алқымдап қарттықтың ауылына аяқ басты. Қанша ғұмыры бар, ертең қисайып қалса аты өшіп қалады ғой. Өзі жалғыз, бауыры Білібайды білесің, соғыста шейіт болды. Одан қалған жалғыз қызды Мекетайды бауырыңа басқанымен ол да кетеді. Ертең шалың кетіп қалса Мекетай тұрмысқа шығады. Сенің күнің не болады? Сен ақылға көніп Сүлейменге бір адам тап. Ең болмаса ат ұстары соңында қалсын. Қу тізесін құшақтап қу бас кетті деген кімге жақсы? Ол момын, жаратқанның ісі деп жүре береді. Қайбір жетісіп жүр дейсің. Іштей тынып жүрген шығар. Сен осылай ерлік жаса, деді. Ешкімді кеудесінен бастырмайтын Керімбала бұл жолы Күлғайшаға жауап қайтара алмады. Төбесінен біреу суық-су қиғандай тас қатып, жақ жазбай отырып қалды. Өңі бозарып, өксік тамағына келіп тығылды. Тас құрсағы одан әрі мұзға айналғандай, суық тер аяғына дейін бір-ақ шықты. Маңдайынан шып-шып етіп шыққан термен қоса, көзден жас төмен қарай домалап түсті. Осыны байқап қалған Күлғайша шошып кетті. Жанды жеріне тиіп кеттім-ау деп тілін тістей алды. Керімбала, әй, Керімбала, саған не болды? Өңің қашып кетті ғой, аңдамай сөйлеп жанды жеріңе тиіп кеттім-ау, кешірші мені, деп үстелдің арғы басына отырған Керімбаланың қасына ұшып барып құшақтай алды. Осы кезде барып есін жиған Керімбала көзін ашып Күлғайшаны кеудесінен итеріп жіберді. Бір нәрсені бүлдіргенін сезген Күлғайша орнынан тұра сала үйіне қарай безек қақты. Ал Керімбала болса отырған орнында қалшиды да қалды. Аяқ қолы дірілдеп, көзі тұманданып, санасына түрлі ой келді. Сонша жыл бетіме ешбірі қарсы келмегенде Күлғайшаның бұнысы несі? Бедеулігімді бетіме басқаны ма? Төрімнен көрім жақын қалғанда Сүлейменнің құшағына өзгені қайтып қиямын. 40 жыл ыстығымыз бен суығымыз бірге өткенде көрейін дегенім осы ма еді? Бұл қайсасқаны, деп өкіріп қоя берді. Бар шерін шығарып, етегі жасқа толды. Іштегі запыран шығып, жеңілдеп қалғандай болды. Бірақ Күлғайшаның сөзі құлағында қалып қойды. Есеңгіреп жүріп, үйдің шаруасына араласып кетті. Түстегі дастарханды жиыстырып, Сүлейменнің тамағын дайындады. Кеш қарай Сүлеймен де келді. Бір ай бұрын асарға сойған қой етінен қалған бір жілікті қазанға салып, кешкі асты алдыға келді. Білібайдан қалған жалғыз қыз Мекетаймен бірге отырып, үшеуі ет жеп ауқаттанды. Күндегідей емес, дастархан басы үнсіздік орын алды. Ара-тұра Сүлеймен сушылардың әңгімесін айтқанымен Керімбала оның біреуін де естімеді. Бар ойы күндізгі Күлғайшаның айтқан әңгімесі ойынан кетпеді. Жүрегін тілгілеп сыздатып барады. Бүгінгі түнді Керімбала ұйқысыз өткізді. Таңға дейін көз ілмеді. Көз ілініп бара жатса, Күлғайшаның дауысы құлағына келіп, басын төсектен жұлып алады. Мүмкін Күлғайшаның айтып отырғанында дұрыс шығар деген ой мазалай берді. Бірақ отасқан күйеуіне деген қызғанышы қимастығы жібермеді. Ойды ой қуып, санасы сансаққа жүгіріп жатқанда күн ұясынан шығып таң атты. Күндегі әдеті бойынша Сүлейменді жұмысқа жіберіп шаруаға араласып кетті. Күніне 2 келіп кететін Күлғайша да аяқ баспады. Буыншы жерге пышақ ұрғанын біледі. Оның үстіне Керімбаланың мінезімен де жақсы таныс. Беті күйіп аяқ аттамады. Бірнеше күн осылай үнсіз күн кешіп көршісімен араласпай қалды. Қанша жыл қатып қалса да, жүректің түбінде бір жылылық бар емес пе? Онсыз да жатса тұрса, жалбарынатын Керімбала ақылға келгендей болды. Ақыры Күлғайшаға өзі барды. Күлғайша ауыздыға сөз бермей ауылдың бар әңгімесін жіпке тізіп, әзіліңмен елі жусатып кетушең, неғып баспай қалдың? Деп сіленіп сөйлеп қалды.
Айыбын түсінген Күлғайша үстінен ауыр жүк түскендей жүгіре басып кеп Керімбаланы құшақтай алды. Айналайын жарығым Керімбала, бір ашуыңды маған бер, аңдамай сөйлеймін деп сенің жүрегіңді жаралап алдым-ау. Кешірші мені, деп құшағын ашпай тұрып алды. Мына қатын қайтедей, босат мені, кеудемді қысып жібердің ғой, өлтіремсің, ары тұр, деп зілсіз жауап қатты. Ашуының тарқағанын Күлғайша да сезе қойып, жүрші шай ішейік, сенсіз біздің үйдің берекесі кірмейтінін білесің ғой, алдыма түс, деп қолтықтай кетті. Екеуі баяғы өмірлері секілді әңгімесін айтып, дастархан басында шүйіркелесті. Күлғайша, сенің сөзіңнің жаны бар. Өткендегі айтқаның орынды. 40 жыл отасқан күйеуімді біреуге бере салған оңай емес рас. Бірақ ұрпақты ойласам жанымды жегідей жеп бітемін. Саған ренжіген жерім жоқ. Қаперімде сөз тауып айта алмадым. Кеудеңнен итеріп жібергеніме сен ренжіме. Одан да екеуміз Сүлейменге жар іздейік. Менің мінезіме кім шыдай қояды дейсің? Тілі жоқ, құлағы естімейтін біреуді таппасаң, деп Керімбала ішілексілесі қатты. Оған қосып Күлғайша да жадырап қалды. Мынауың жөн, іздесек іздейміз, несі бар? Сүлеймендей сымбаттыға қатқан қатын тиеді. Жасы 60-қа келді дегенің болмаса, әлі 20-дағы жігіттей ғой жарықтық. Ауылды бір аралап шығайыншы. Мен тием деген 40 қатын соңымнан ерік білсін, деп әзілін жалғап әкетті. Расымен, мен бір адамды білем. Көрші ауылда дәл сондай бір адам бар, деп Күлғайша көзі жарқ ете қалды. Кім ол? Расымен тілі жоқ, құлағы керең әйел ме? Ол мақамен қайтып тілдесеміз. Көне қойса жақсы, ағайыны қалай қабылдайды, деп Керімбала өзектей түсті. Тілдесетін несі бар? Сүлейменге бала туып берсе болды емес пе? Мына көрші ауылда Омар деген кісінің Орынша деген қызы бар. Жас күнде қатты шошынып қалса керек, содан тілі шықпай қалған. Құлағы да ауыр естиді. Ағайынымен жағдайды айтып көрсек көнеді де, деді. Сол күннен бастап Керімбаладан тағы да ұйқы қашты. Бір күні сәлем сауқатын салып, көрші ауылға кетті. Омардың үйіне барып, Орыншаны көріп қайтты. Тіл аузы жоқ дегені болмаса, құрсақ ұрпақ өрбітер шамасы бар. Сол ауылға бірнеше рет қатынап жүріп, Омарға жағдайын жеткізді. Бұл кезде ауылда әңгіме тарап кеткен болатын. Ауылда құпия болушы еді. Сүлеймен де естіген. Сыр білдірмеген сыңай танытқанымен Керімбаланың ісіне іші жылып қалды. Оңашада көңілі босап, көзіне жас алып та алады. Ақыры не керек? Орыншаны үйіне әкелетін болды. Жөн-жоралғысын жасап, Орыншаны әкеп Сүлейменге екінші әйел етіп қосты. Алғашқы күндері іші ұлып, өзін жайсыз сезінгенімен Керімбала күн өте бой үйретіп көндіге түсті. Үйдің бар билігі өзіне өтіп, сары бәйбіше атанды. Ас суды өзі дайындаса, қара жұмысты Орыншаға жүктеді. Кейде өзінің зілдігін көрсетіп, тоқалға басшылық жасайды. Орынша байғұс айтарға тілі жоқ, сары бәйбішенің айтқанына көндігіп, сол үйдің отымен кіріп күлімен шығатын болды. Бар ауыр тірлік соның мойнында. Күннен күнге сары бәйбішенің үстемдігі арта бастады. Араға 9 ай салып, Орынша дүниеге шекесі торсықтай ұл әкелді. Бүтін ауыл болып Сүлейменнің баласының тойын тойлады. Тіпті Орынша босанған күні Сүлеймен таң атқанша ауылдың бар үйінің есігін қағып сүйінші сұрапты. Көптен күткен қуанышы жүрегін жарардай шаттанады. Жаратушыға бір, арды ойлаған сары бәйбішесіне 2 алғыс айтып шаттыққа бөленеді. Сүлеймен ұлының есімін Сарымсақ деп қояды. Тұла бойы тұңғышы, артымда ұрпақ қалды. Қубас дегеннен құтылдым деп той жасайды. Сары бәйбішенің де мерейі өсіп, үлкен істі тындырғанын Сүлейменнің қуанышына бірге шаттанды. Сол күннен бастап Сарымсақты бауырына басты. Орынша үшін қилы да тағдырлы өмір енді басталды. Бала дүниеге әкелдім дегені болмаса, маңдайынан мейірленіп бір иіскемеді. Құшағына қысып көтеріп те жүрмеді. Туа салған кішкентай шақалақты сары бәйбіше мылқау кемпірге ұстатпады. Түн ортасы болатын. Сарымсақ қарны ашты ма, шырылдап жылап берді. Құшағындағы баланы көтеріп ортаңғы үйге апарды. Бұл уақытта күндізгі ауыр тірлік бар, әбден шаршаған Орынша тұяқ серіппей ұйықтап жатыр еді. Әй, мылқау тұр, мына баланы еміз, деп бүк түсіп жатқан Орыншаны түртіп қалды. Көзін ашып, ұйқысын аша алмай бүгежеңдеп, Орынша байғұс баланы емізуге ыңғай танытты. Туғаннан баланы қолына дұрыс ұстамаған Орынша байғұс дұрыстап емізудің ыңғайын таппай, оның үстіне сары бәйбішеден де қорынып сасқалақтай берді. Мына мылқау қайтеді, баланы өлтіресің, бұлай тұр, ұстама деп жұмыстан жарылып кеткен қолын қағып жіберді. Қолымен Орыншаның омырауын ағытып, Сарымсақты мылқау кемпірдің омырауына тосты.
Ашығып қалған сарымсақ анасының омырауын мейірлене сорып бауырына қарай тығыла түсті. Осы сәт керімбаланың жүрегін дір еткізіп, қолынан баланы шығарып ала жаздады. Орыншаның қос омырауын кезек енгізіп, баланы қайта алып кетті. «Болды, жата бер, қатты ұйықтап қалма. Түнде жыласа тағы келем», деп қолымен түсіндіріп дауыстап сөйледі. Сары бәйбішенің бұл сөзін мылқау кемпір естімеді де, тек қолымен нұсқағанын ұққандай болды. Қайран ана. Тас емшегін жібітіп, тар құрсағын кеңейтіп, ішінен жарып шыққан баласын құшағына қысып ұйықтай алмаған қандай қиын. Мейірлене иіскеді. Баланың иісінен асқан тәттілік бар ма? Мылқау іштей жыласа да қолынан келер қайран жоқ. Әрі қарай бүк түсіп жата кетті. Күн осылай өте берді. Баланың тәрбиесі де, бар ықыласы да сары бәйбішеге тиесілі. Оны былай қойғанда ес біле туған анасы мылқау емес, керімбала деп өсті. Орынша бірінің артынан бірін туып, Сүлейменге 3 ұл, 1 қыз туып берді. Барлығы да біздің шешеміз керімбала деп ержетті. Әредікте көрші қатындар, сендердің шешелерің ана мылқау десе, намыстанып жылап қашатын кездері де болды. Бір жолы кенжесі Құралайдың маңдайынан иіскеген үшін сары бәйбішенің қаһарына түсіп қалған. Үйге кірсе бесікте бөленіп жатқан Құралайды көреді. Жан-жағына қарап сары бәйбішені іздеді. Көріне қоймағасын бесіктегі Құралайдың маңдайынан иіскеп кеп бергенде көзінен мөлт етіп жас тамды. Ана сезім оянды ма, нәрестенің иісіне мауқын басып, бесікке басын қойып ұйықтап кеткен. Дәл осы кезде сары бәйбіше де үйге кіріп қалыпты. Қызғанышы оянып, бесікте басын қойып отырған мылқауды нұқып қалады. «Тұр былай, бесікті аударасың. Саған бала не керек? Бар жұмысыңды істе», деп үйден шығарып жіберді. Керімбаланың зілі қатты болғанымен іштей Орыншаға жаны ашитын. Кейде мұнтаздай етіп киіндіріп, тарамыс болған қолдарына сақина кигізіп, бір уақыт көңілін көтеріп қоятын. Бұған мәз болған Орынша мақтанып, өз әлінше рахметін айтып, көршілердің үйіне қарай барып, үстіндегі киімін көрсетіп әлек болатын. Көршілер де оның қуанып тұрғанын сезіп, бас бармағын шошайтып, мақтауын асырып жіберетін. Көңілі көтерілген Орынша осыған риза. Ол дүниеге Сарымсақ, Рахым, Қазтай, Құралай деген ұл қызды әкелді. Кішісі дүниеге келгесін көп ұзамай Сүлеймен дүние салды. Үйдің иесі керімбала болды. Сүлейменнің қазасы оңай болған жоқ. 70-ке жетпей кеткен Сүлеймен ұрпақсыз кетпеді. Қайтар алдында бар балаларын жинап алып, 2 кемпірді аманаттап кетті. Сендерді туған аналарың Орынша, керімбала баққан аналарың. 2 шешелерің де сендерге аманат деді. 4 бала да Орыншаның туған аналары екенін шынайы білді. Жүректерімен сезді. Бірақ олар әлі жас еді. Оның үстіне баққан шешелерінің ықпалынан шықпай, соның қас-қабағына көбірек қарайтын. Сүлеймен дүние салғасын мүлде ауыр болды. Шетте бала және мылқау кемпір керімбаланың қолына қарап ауыртпалық бір өзіне түсті. Тұрмыстың тауқыметі қиындай түскенде керімбала мылқау кемпірді төркініне апарып тастады. Ай өтті, жыл өтті. Өмір зулап жүре берді. Орынша да төркініне сіңісіп кетті. Ана емес пе? Сағынышын басу үшін ауылға кеп, балаларының сыртынан көріп кететін еді. Үйге кіруге сары бәйбішеден қорқып, жүрегі дауаламай сырттан кетіп жүрді. Мұны ауыл адамдары бірнеше мәрте байқап қалғаны бар. Іштей жандар ашып, керімбаланы да сөзбен сыбап алатындар болды. Осылайша балалар ер жетті. Алды әскерге барып, Сүлейменнің шаңырағын тіктеді. Бір жолы Сарымсақ пен Рахым егістікке жұмысқа барған. Рахымды бүкіл ауыл Еретай деп атайтын. Сушы болып жұмыс істеп жүрген әкелерінің замандасы Медеқұл мен Шәлменге амандасады. Жөн сұрасып, біраз әңгіме дүкен құрады. Осы сәтте Медеқұл мен Шәлмен замандастарының ұлдарын құшағына қысып, бір әңгіменің тегін ағытады. Айналайын Сарымсақ, Рахым, сендер әкелеріңнің зарыға күткен жарығысыңдар. Сүлеймен жарықтық өте момын болды. Ағайынмен тату, досқа адал, өте еңбекқор адам еді. Аузы дуалы, бата көйлі бір төбе еді ғой. Жарықтық жатқан жері жайлы болсын. Сарымсақ, білесің бе, сен дүниеге келгенде әкең бүтін ауылдың есігін қақып сүйінші сұраған. Қуанышы қойнына сыймай, жартәлеңге жар салып қуанып еді. Сол бір күн кеше ғана өткенде еді. Енді міне, сендер үлкен жігіт болдыңдар. Бір шаңырақтың иесісіңдер. Сендерге бір нәрсе айтайын. Ана туған аналарыңа жиі барып тұрыңдар. Ол бишара сендерді жарық дүниеге әкелді ғой. Өткен жолым түсіп, сол ауылға барған кезде жұмыста жүрген Орынша байғыз
Қасындағы қатындарға саусағын санап, менің 4 балам бар, мені алып кетеді деп жатыр екен. Тілі жоқ болса да жаны бар адам ғой. Ымдап айтып жатқан мен түсіндім. Жаным да ашып кетті. Оның үстіне денсаулығы да кетіп қалыпты. Жасы да келіп қалды ғой. Шамаларың жетсе қолдарыңа алыңдар. Айтайын дегенім осы, деді. Әкесімен бірге жүрген әкелердің бұл сөзі Сарымсақ пен Рахымның жүрегін толқытып жібергендей болды. Оның үстіне Сарымсақ жақында ғана шаңырақ көтерген болатын. Екі ақсақалдың сөзіне құлақ асып, Таңсәрі мен Сарымсақ қасына келіншегін ертіп туған анасының үйіне барды. Қасына келінін ертіп барған Сарымсақты көрген орынша қалбалақтап жүгіріп келіп құшақтай кетті. Қолынан сүйіп, қуанып, көзінен жас тоқтамай жылай берді. Құшағын ашпай мауқын басты. Келінін көріп маңдайынан иіскеді. Ыңылдап, қолымен сермеп бір нәрселерді жеткізгісі келді. Қолынан сүйреп ескі қораға қарай жүрді. Бүгежеңдеп барып, қораның бұрышына қазып, тығып қойған бір орамалды алып шықты. Ұлымен келіннің қолына ұстатып, аш дегендей ишара танытты. Жарығым-ай, ана жүрек емес пе? Төркінінде жүріп ұл қызын ойлаған. Жастайынан мейірімі қанбаса да, балаға деген махаббаты ерекше. Жылдар бойы істеген еңбек ақысын тығып, кілең бақыт тиынды жинап, ұлы мен келіннің қолына ұстатқаны Сарымсақтың көңілін толқытты. Керім баланың ашуынан бірігіп, көңілінен бірігіп, туған ананың махаббатын сезбеппін ғой, көңіліңнен айналдым, анашым, деп құшағына қысты. Ұлы мен келінін көріп, көңілі жадырап қалған орынша біразға дейін қуанып жүрді. Маңайындағы қыз келіншекке мәз болып ұлының келгенін жеткізді. Бірақ ауруы күннен күнге дендей берді. Анасының ауырып қалғанын естіген ұлдар келіп біржола үйлеріне алып кетті. Үйге кетеміз, алып кетем деп Сарымсақ пен Рахым келгендегі орыншаның қуанғанын көрген ауылдастары көз жастарына ерік берді. Байғұстың өміріндегі ең бақытты сәті осы шығар. Жарық дүниеге нәресте әкелгенде бұлай шаттанбаған болар. Ал бүгінгі бақыт мәңгілік есінде қалар сөзсіз. Мылқау кемпір Сары бәйбішенің үйіне келгенімен көпке жүрмеді. Науқастанып келген орынша сал болып төсек тартып жатып қалды. 3 жылға жуық төсек тартқан аналардың балалары балапандай қорғаштап бағып қақты. Амал қанша, ақыры дүние салды. Туған анасын арулап мәңгілік сапарына шығарып салды. Перзенттік парыздарын өтеді. Мылқау кемпірді жерлеп келіп отырған күні Керім баланың замандастары Сары бәйбішені сөзбен түйреп қағытып қоймады. Керім бала, сен шалыңды, Сүлейменді сонша Мылқау кемпірінен қызғанып едің. Бәрібір сенен бұрын Сүлеймен мен Мылқау кемпір табысатын болды. Шынайы махаббат орынша екеуінде болған секілді, деп қағытты. Бұл сөз Керім баланың жүрегіне ауыр тиді. Әзілге қанша бұрғанымен ішіне қызғаныш оты қылтия кетті. Ақыры не керек? Сан жылғы қызғаныш Керім баланың түбіне жетті. Орыншаның 40 болатын күні құсалықтан жан тапсырды. Керім бала да Мылқау кемпірдің соңынан мәңгілік сапарға аттанды. Соңы. Арнаға жазылып лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Бұл арнаның дамуына үлкен қолдау. Рахмет.